партия өкілдерімен суретке түсіп, осы партияға дауыс беріңіз деп жазуға бола ма? Болады, бірақ барлық жағдайда емес. Неге? Өйткені сайлау кезінде әр жазбаның мазмұнына заң тұрғысынан баға беріледі. Мысалы, сіз белгілі бір партияның немесе кандидаттың қасында суретке түстіңіз. Оны әлеуметтік желіге жүктедіңіз. Егер суреттің астына осы партияға дауыс беріңіз, ең дұрыс таңдау осы, барлығыңызды қолдауға шақырам деп жазсаңыз, бұл жай ғана пікір болып есептелмейді. Мұндай жазба сайлау алды үгіт болып саналуы мүмкін. Заң не дейді? Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңның 27 бабына сәйкес сайлау алды үгіт сайлаушыларды белгілі бір кандидатқа немесе партияға дауыс беруге немесе дауыс бермеуге үндеу. Яғни басты мәселе үндеудің болуы. Ал егер сіз бүгін кандидатпен кездестім, партияның жиынына қатыстым, немесе осындай іс-шара өтті деп ақпарат жарияласаңыз, бұл үгіт болып есептелмейді. Бірақ сол жазба арқылы адамдарды белгілі бір таңдау жасауға шақырсаңыз, жағдай өзгереді. Сондықтан, сайлау кезінде әлеуметтік желіге жазба жариялар алдында өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен жай ақпарат беріп отырмын ба? Әлде адамдарды белгілі бір партияға дауыс беруге шақырып тұрмын ба? Осы айырмашылық өте маңызды. Сондықтан, бір ауыз сөздің өзі жай ғана пікір емес, сайлау алды үгіт болып бағалануы мүмкін. Ақпарат тарату бір бөлек, үгіт жүргізу бір бөлек. Осы екеуінің айырмашылығын білу заңды бұзбаудың ең оңай жолы.